Бүгін сіздермен тез әрі оңай дайындалатын безенің рецептісімен бөлісемін. Ол үшін бірінші жұмыртқаның ағы мен сарысын бөліп алып, жұмыртқаның ағын таза әрі құрғақ ыдысқа салып, үстінен тұз салып, жақсылап аппақ майда көпіршіктер пайда болғанша миксерлейміз. Содан соң барып асықпай құмшекерді шетінен сала отырып, аппақ өзін ұстай алатындай масса болғанша миксерлейміз. Міне бізде осындай аппақ өзін өзі ұстай алатын масса пайда болды. Енді осының үстінен електен өткізілген қантты ұнтақ пен кукурузды крахмалды салып, астынан үстіне қарай араластырамыз. Безенің дұрыс дайындалғанын білу үшін араластырып болғаннан кейін күрекшені осылай ұстағанда масса өзін өзі ұстап тұру керек. Міне бізде масса дұрыс дайындалды деген сөз. Енді тағы да бір ыдыс алып, осы ақ үлпілдек массаны теңдей екіге бөлеміз. Және бір жартысына топ декордың жасыл түсін қосып араластырамыз. Сонда бізде ақ және жасыл түсті безе шығады. Байқасаңыздар, мен бояғыш қосып араластырдым, сонда да масса өзін өзі жақсы ұстап тұр. Енді екі кондитерлік қалташа алып, екі түсті екі қалташаға бөліп саламыз. Мен бүгін 333 номерлі насадканы қолданамын. Енді екі кондитерлік қалташаны бір кондитерлік қалташаға салып біріктіреміз. Сонда сыққан кезде бізде жасыл түс пен ақ түс араластырып әдемі безе шығады. Безені дәл видеодағыдай пергамент қағазға жайғастырасыз. Безені мен екі жолмен кептірдім. Бірінші духовкада 70 пен 90 градус шамасында кептіріп алдым. Менің духовкам әсел пеш. Яғни әсел пеште осы видеода көрсетілген термометрдің көмегімен градусты дұрыс қоя отырып кептіріп алдым. Ал екінші тәсілім ол пергамент қағазға осылай видеодағыдай орналастырып, бөлме температурасында кептіріп аламыз. Безенің дұрыс шыққанын қайдан білеміз? Безені міне видеодағыдай сындырғанда іші таза кепкен және сынғыш болады. Ал дұрыс кептірілмесе, безені ортасынан бөлген кезде ортасы жұмсақ болған болса, онда ол безе әлі толығымен кеппеген деген сөз. Яғни безені бөлме температурасында ары қарай тағы да 2 немесе 3 тәулік кептіресіз. Назарларыңызға рахмет.